2026 жыл сіздің прайм эраңыз болу керек. 2026 жылда сіз өзіңіздің алдыңызға қойған бүкіл мақсаттарыңызға жету керексіз. Және ол үшін біз не істейміз? Бүгін видео дәл осы тақырыпта болмақ. Бірінші кезекте 2025 жылға анализ жасаңыз. Сіздің қолыңыздан не келді, не жасадыңыз, не жасай алмадыңыз, қандай қорқыныштар болды, қандай қорқыныштарды жеңдіңіз деген сияқты толық 2025 жылға анализ жасап алыңыз. Одан кейін дәл осы 2026 жылы мен алдыма қойған мақсаттардың барлығына жетемін, осы бір армандарымды орындаймын, осы жыл мен үшін менің ең бір жарқыраған жайнаған жылым болады деп шешім қабылдаңыз. Шешім шығару, өзіңе шешім қабылдау өте маңызды. Мысалы, болады ғой, все, мен арықтаймын, ой, все, мен осынша килограмм тастаймын дейсің, бірақ іштей ондай бір шешім жоқ та, ондай бір қызып тұрған желание жоқ. Сен оны какой-то бір уақыттан кейін тастап кетесің. Когда сен іште шешім шығарасың, все деп мен жасаймын деп шешім шығарған кезде, сондай үлкен бір ниетің болған кезде, все да ол получится. Сол сияқты өзіңе бірінші очередь шешім шығар. Екінші нәрсе, сол шешімнің жанына күнделікті қандай көңіл күйде болмасам да, дала ыстық бола ма, суық бола ма, қандай бір ситуация өмірімде болмаса да, мен күнде 0,1%-ке дамып отырамын деп өзіңізге тағы да бір шешім шығарып уәде беріңіз. Күнделікті 0,1%, бұл 99-100% емес. 0,1 ғана процент, ол кішкентай миға үлкен салмақ салмайды. Поэтому күнделікті 5 бет оқысаңыз да кітапты, 10 қадам сыртқа шығып прогулка жасасаңыз да, бір сторис салсаңыз да, бұл 0,1% әрекет болу керек күнделікті дамуға. Және ол қандай даму, әрине оның спискін жазып алыңыз. Мен күнделікті осы 0,1 шақтың ішінде қандай шақтар жасау керекпін. Мысалы, 30 минут кітап оқу, 10.000 шаг жасау, күнделікті 2 литр су ішу, спортқа бару, осылай блогымды жүргізу деген сияқты түрлі спискпен жазып аласыз. Және ол спискті күнделікті орындадыңыз ба, орындамадыңыз ба, бәрін галочка қойып трекер жасасаңыз болады. Оны қағазға шығарып, қағаз версиясында жасауға болады. Не болмасам, менде мысалы Habit деген программа бар. Дәл осы программа арқылы полный список жазып аласыз. Мен мына жерде түрлі список қойғанмын. Мысалы, жаттығу, су ішу, кітап оқу, 7 сағат ұйықтау, медитация, интервальный голодание, тамақ дұрыс жасау, тамақты дұрыс ішу, достар табу, күнделікті уход жасау, тіл үйрену, осындай мынандай нәрселерді үйрену, фрирайтинг жасау деген сияқты әртүрлі список қойып қойған. И күніге мен жасаған әрекеттермен галочка қойып отырамын. Дәл солай айға, аптаға, не болмасам жылға кейін қорытынды жазсаңыз болады. Қай күндер сізде жұмыс жасалынды, қай күні жұмыс жасалынбады деген сияқты дәл осылай міне 2026 жылда бастағанмын. Дәл осылай барлығына галочка беру арқылы күнде хотя бы соның ішінде бүйтіп спискті қараған кезде хотя бы біреуін жасайыншы деп отырасыз да. Яғни дәл солай 0,1% бір күні ол 20% болып өседі. Солай күнде дамуды қолға алсаңыз, ертең өкініп отырмайсыз. Мен сіздерге айтатын ең бірінші нәрсе, ертең өкініп қалмас үшін, кезінде осыны жалғастырғанында ғой, кезінде осыны жасағанында ғой деп өкініп отырмас үшін қазір тоқтамай әрекет ету керекпіз. Мысалы, мен осы 2025 жазында күнде ағылшынша сөйлеймін деген бір челлендж бастағанмын. Бастапқы 10 күндей жасап жүрдім да, одан кейін тастап кеттім денсаулығыма байланысты. Кейін тағы да қолға аламын деп жүрдім, ішімнен неше түрлі таракандарым шығып кетті. Ол кімге керек, мынандай бұл қызық емес қой, мен ақпаратым түсіп кетті ғой деп қазір ойлаймын да. Сол кезде мен тоқтамай жалғастыра бергенімде, өтірік болсын, идеальный картинада болмаса да тоқтамай жалғастыра бергенімде, қазір мен хоть как сайрап отыратын едім. Дәл сол сияқты әрқайсыңызда мынандай бір ойлар бар шығар, блогын бастау керек едім, күніге өйстіп кітап оқи бергенде ғой, күніге мына бір курс аяқтағанда ғой, хотя бы 5 бетін оқысам да ғой, не болмаса бір 5 минут сабақ қарасам да ғой деп, дәл сондай бір өкініштер болуы мүмкін. Сол өкініш енді осы 2026 жылда болмау керек та. Сол үшін тастап қойдыңыз ба? Тіс жуғанды сіз бір күн ұмытып кетсеңіз, келесі күні все деп отырмайсыз ғой, мен енді тіс жумаймын. Дәл жалғастырып кетесіз. Не болмасам тамақ ішмей қойсаңыз, все, либо ұйықтамай қалсаңыз, все деп отырмайсыз ғой. Жалғастырып, келесі күні уақытында ұйықтап, келесі күні нормальный тамақ ішіп кете бересіз. Дәл солай болу керек та бұл жерде де. Солай дисциплинаны сақтап, күнделікті дамуды қолға алып жасап кету керек. Ертең өкініп кетпес үшін бір нәрсені бастадыңыз ба,
қорқыныштарға, стереотиптерге, басқа адамдардың критикасына, басқа адамдардың ойларына мән бермей дәл жалғастырып кете беріңіз. Зато ертең 2 айдан кейін, 1 жылдан кейін сіздің ішіңізде ондай өкініш болмайды. Так что бірінші кезекте шешім шығарасыз, күнделікті 0,1%-ке болсын дамуды қолға аласыз, күнделікті дисциплинаны сақтай отырып, өзіңіздің алдыңызға қойған әртүрлі список бойынша күнделікті жасауды қолға алдыңыз, өзіңізге уәде еттіңіз. Все, өзіңізге берілген уәде ол ең үлкен уәде да, бұл басқа адамдарға берілген уәделердің алдында тұратын нәрсе. Сондықтан өзіңізге берілген уәдені орындау үшін осы шешім шығардыңыз ба? Все, енді жасау керексіз. Арттағы мына бір мостты полный жағып тастаңыз. Все, артқа қайтатын шек жоқ. Сіз жасаймын дедіңіз, осы жыл менің дамитын жылым болады дедіңіз. Все, енді жасау керексіз. Жарты жолда әр нәрсені сылтауратып, әркімге бір обижаться етіп, әркімге бір лақтырып ответственностьті олай жасауға болмайды. Так что өзіміздің өмірімізге өзіміз жауапкершілік алып, өзіміз шешім шығардық, таңдау өзімізде, жасау жасамау деген сол нәрсені жасау керекпіз. Все. Келесі нәрсе vision board жасау. Бұл vision boardта сіз өзіңіз Pinterest'тен әртүрлі суреттерді алып аласыз, өзіңізге ұнаған, қандай болғыңыз келеді, осы жыл қандай мақсаттар қойып отырсыз, соның жанына нақты жоспар құрсаңыз болады. Мысалы, сіз английскийда А1-ден Б2-ге дейін көтерем деген мақсат қойдыңыз ба? Енді күнделікті 1 сағат мен ағылшын оқу керекпін. Ағылшын кімдерден оқисыз, қандай сайттардан қарайсыз, қанша сөз жаттайсыз, барлығын нақты жазып қойдыңыз. Мысалы, 10 килограмм салмақ тастаймын дедіңіз ба? Все, күнделікті сіз осынша су ішу керексіз, осыншалықты тамақ ішу керексіз, осындай спортпен айналысу керексіз, осынша шаг жасау керексіз. Барлығы негізі қарапайым, барлығымызға белгілі әрекеттер, просто біз оны жасамаймыз. Вот солардың барлығын жазып қою керексіз, шаг за шагом, и сразу орындап кету керексіз. Мысалы, сіз 2026 жылы мен жүзіп үйренем дедіңіз ба? Все, сразу алыңызда әртүрлі тренерлерді қараңыз, түрлі сондай жүзетін студияларды қараңыз деген сияқты. Не болмасам право алам деген мақсат қойдыңыз ба? Все, автошколаларды қарап шығыңыз, жазылыңыз оларға, сразу әрекет етіп кетуді бастаңыз. Күтіп, қашан идеальный момент болады екен, пока күсе тұрсын деген нәрсе болмау керек. Сіздің 1 жылыңыз 2025 қалай зуылдап өтіп кетті, 2026-да тура солай зуылдап өтіп кетеді. Ертең отпау керексіз да. Осы уақыт тез өтіп кетті ғой, мен үлгермедім ғой, жасай алмай қалдым ғой деп. Сондықтан қойдыңыз ба мақсатты? Все, vision boardқа қойдыңыз, ол текке емес, сізге сондай бір ондай сезім текке келіп тұрған жоқ. Сіздің значит потенциалыңыз бар, сіздің қолыңыздан келеді деген сөз. Так что давайте. И мен енді осы 2022 жылдан бастап мына бір күнделіктерді жүргіземін. Ол арман тоғалар дәптері, шүкіршілік дәптері және де отчет күнделікті. Отчетқа келетін болсам, мен күнделікті не жасадым бүгін, соған жаңағыдай habit деген программаға қалай галочка қойып отырдым. Одан бөлек бір любой айфонда journal, page деген сияқты, либо документ деген сияқты программалар тұрады. Соларға аласыз да, бүгін не істедім деп соларды жазып шығасыз, отчет бересіз. Қандай көңіл күйде болдыңыз, қолыңыздан не келді, қолыңыздан не келмеді деген сияқты күнделік жасайсыз. Келесі нәрсе, арман дәптерінде Аллах тағаланың 99 есімін айта отырып, дұға етіп жазсаңыз болады. Мысалы, сіз машина қалайсыз ба? Бәтеңкенің бауына дейін сұра деді ғой. Я Раббым, я Әл-Ғони, Әл-Мәлик, Әр-Роза деген сияқты Аллах тағаланың неше түрлі байлыққа қатысты есімдері бар. Соларды қолдана отырып, саяхатты болсын, салмағыңыз болсын, түрлі материалдық қалауларыңыз болсын, либо болмасам өзіңіздің блогыңызға қатысты, өзіңіздің түрлі бір болмысыңызға қатысты дұға етесіз бе? Аллах тағаланың 99 есімін қолдана отырып, солай дұға етіңіз. Аллахым осыны маған нәсіп етші, мен осыны маған бұйыршы, Аллах мен осыған мұқтажбын, Аллах мен осыны қалаймын деген сияқты түрлі сөздермен бірінші кезекте Аллах тағаланың есімдерін қолданып, артынша не болмасам жалпы дұға етпестен алдын калима айтып, салауат айтып, солай жасасаңыз болады. Келесі нәрсе шүкіршілік. Күнделікті сіз шүкіршілік ететін жақсы нәрсеге фокусты өте көп қою керекпіз. Сондықтан шүкіршілік дәптерін толтыруды, күнделікті жазуды жалпы әдетке айналдырыңыздар. Өйткені шүкіршілікте сіздің бүкіл фокусыңыз жақсы нәрсеге ауады, сіз жақсы нәрсені іздей бастайсыз, ал өміріңіз қалай жақсы нәрсеге тола бастайды, сіздің өміріңізде ол нәрселер көбейе бастайды. Шүкір етсең арттырам дейді ғой. Сондықтан шүкіршілік етуді
күнделікті тамағыңызға, күнделікті ұйқыдан тұрғаныңызға, директеріңізге шипа бергеніне, бір жерде адам орын берді ма, біреу есік ашып берді ма, пробка болмады ма, бір нәрсеге уақытылы бардыңыз ба, шүкір етемін десеңіз өте көп нәрселер бар. Жалпылама тағдырыңызға, өткеніңізге, алған сабақтарыңызға, жалпы күнделікті мынау электр, жарық, су, көлік, тамақ, су барлығына шүкір ете берсеңіз болады. Келесі нәрсе, бізде жалпы мен сіздерге оқуға кеңес беретін мына бір кітап бар, экстремальный тайм менеджмент деген. Маған төменге плюс қалдырып қойсаңыз, мен сіздерге телеграмға жалпы оның онлайн версиясын жібере аламын, соны оқи аласыздар. Экстремальный тайм менеджментте колесо балансы туралы айтады. Колесо балансы, яғни сіздің өміріңізде түрлі сфералар бірдей даму керек. Бір жағы ақсап, бір жағы көбею емес. Тек қана карьераға көңіл бөлу деген нәрсе емес. Сіздің денсаулығыңыз, отношения, отбасыңыз, сіздің өміріңіздегі түрлі бір энергияңызды арттыратын, сіздің өміріңізде бір қызықты бір дүниелер болу керек, саяхат болу керек, финанс жағы болу керек деген сияқты әртүрлі дүниелер бірдей баланста болу керек. Яғни осы бойынша тайм менеджмент, осы экстремальный тайм менеджмент кітабы, герой, басты кейіпкердің тура сіз қазіргі нүктеңізде қандайсыз, тура солай күнделікті қалай дамыды, не жасады, бәрін от-үйді көрсетіп айтып береді. Бұл кітапты оқуды өте советую мен өзімнің оқушыларыма да дәл осы кітапты бірінші сабақта кеңес беремін, осы кітапты оқып бастаймыз деп. Келесі нәрсе бар, өзіңді аясаң аяма дейді. Өзіңді аяп, мен жарайды жата тұрайын, жарайды бүгін шаршадым ұйықтай тұрайын, жарайды бүгін жасамай қояйын, бүгін демала тұрайын деген нәрсе өтпейді екен. Мен даже осы өткен 15-20 күннің ішінде де дәл солай өзімді аяп көрдім. Ладно, бүгін драма көрейін, ладно, бүгін ұйықтай тұрайын, ладно, бүгін жасамай қояйын. Но зато ертеңгі күн мен өкініп тұрамын соған. Жасау керек еді, мынаны жемеу керек еді, мынаны үйтпеу керек еді, бүйтпеу керек еді деп. Сізге в данный момент сізде ішіңізде ол бір азғыру да. На самом деле сіз олай шаршап тұрған жоқсыз, на самом деле ол үйтіп демалатындай сіз ештеңе істеген жоқсыз негізі. Так что өзіңді аяма. Жаса, все, давай, дерзай, все, давай, сен қолынан келеді деп өзіңді шыңда, керісінше. Мен 5000 шаг жасадым ба, давай 10 000-ға жеткізейін. Мен 10 минут жүгірдім ба, давай 20 минутке жеткізейін. Мен қолымнан келеді, істей аламын деп өзіңізді күшейте беріңіз. Дәл солай өзіңді аямай, ертең сіз өзіңізді осыған жеттім-ау деп мақтан тұтып отыратын боласыз. Так что өзіңді аямай жұмыс жасау керекпіз. Келесі нәрсе, мен айтқым келетіні блог бастаңызшы. Дәл осы 2026 жылы блог бастаңызшы. Бізде Қазақстанда блогтың жалпы даму жүргеніне уже 6-7 жыл болып қалды, Жақсы, уже блогерлер қаншама миллионный аудитория жинап алды осы уақыттың ішінде. Қаншама ақша тапты, қаншама сотрудничество жасады, қаншама мүмкіндіктер алды да. Блог туралы айту ол отдельный тема. Тем более ол менің өзімнің салам болғаннан кейін мен ол туралы жырлап, сағаттап айта аламын да. Бірақ мен сіздерге осы 2026 жылдағы ең үлкен бір әрекеттеріңіз бірі осы блогты бастаңыз деп айтқым келетін еді. Өйткені дәл сол блогты бастап, сол жерде блогты жүргізген кезде өзіңіздің айтылып жатқан нәрселердің бәрін қалай жасап жатырсыз, барлығын айтып көрсете беріңізші. Вот мен бүгін таңертең осылай тұрдым, мен осылай жасап жатырмын, мен осылай спортқа барып жатырмын, мен осылай дәрігерге қаралып жатырмын, мен осылай кітап оқып жатырмын, бәрін көрсете беріңіз. Сол кезде сіздің фокусыңыз негізі результатта емес, процесте болады. Мысалы айтады ғой, А точкаң бар қазіргі, Б точкаң бар сенің арманыңдағы. Сен А точкамен Б точкаға баратын жолға көбінде фокус берсең, сол процесстен ләззат алсаң, все, это уже жетістік та. Өйткені саған сол кезде андай болмайды, мақсатқа жетіп қойғаннан кейін бүкіл энергияң түсіп, өмірден бүкіл алғың келген дофаминдерді, адреналин барлығы түсіп, все, енді дальше қайда барам, не істеймін енді деп отырмайсың. Потому что сен білесің, күнделікті күнделікті жасап жатқан ісіңнен сен ләззат алып жүрсің, и сен сол нәрсені дальше жалғастырасың да. Мынандай болады, айфон алғың келіп жүреді, қатты қалап жүресің, бір күн айфон аласың, и все. Келесі күн қайдадан сен бірдеңені іздеп отырасың. Енді мені не бақытты қылады деп. На самом деле біз айфон аламын дегенге дейін әртүрлі әрекеттерден, дұға еткенімізден, күнделікті вижн бордқа жазып, сол жерде дұға етіп, және Аллахтан нәтижесін күтіп, тәуекел етіп, әртүрлі бір жасаған іс-әрекеттерімізден ләззат алсақ, біз айфон алғаннан кейін де жаңа бір объект іздемейміз да, дальше дамып жүре береміз. Сондықтан сіздерге айтамын, фокусты Б-ға емес, А мен Б-ның ортасындағы жолға қойыңыздар.
Және маңызды нәрсе айтқым келгені, бұл әрекетте белгілі бір себеп қана ғой негізінде. Дәл осы әрекет жасасаң все табысқа жетіп кетесің деп айтпаймын. Өйткені бұл тек қана себеп, ал бізге нәтижені беретін Аллах тағала. Аллах береді, қаласа, Аллах қаламаса ол жоқ, берілмейді. Ол сізге бұйырып тұрса болады, егер бұйырмаса қанша жерден қусаңыз да ол нәрсеге жетпейсіз. Так что біз тек себептерді жасау керекпіз, ал беретін Аллах тағала. Вот мен vision board жасадым, енді орындалып кетеді деген нәрсе болмау керек. Мен vision boardтан маған нәтиже келеді деген ой болмау керек. Сіздің ойыңыз Аллах береді деген ой болу керек. Аллах қаласа, сіз нәрсені істемесеңіз де болады негізі. Істемесеңіз де Аллах бере салады, егер Аллах қалап тұрса. Бірақ сіз ішіңізде андай ой тұр ғой, мен өзімнің лучший версияма жету керекпін, мен даму керекпін, мен өзгеру керекпін, өзім праймерін жасау керекпін деген ниет тұрма. Все, значит, сіздің ойыңыздағы ең басты нәрсе өзіңіздің лучший версияңызды шығару. Ол үшін сіз жатып алып, сериал көріп, либо болмасам лентаны, Инстаграм лентасын листать ете бергеннен ондай версия шықпайды ғой. Так что біз көбінде тек қана материальный ғана цель емес, көбінде дәл осындай, мен өзімнің осындай стройное тело, мен өзімнің үздік күніге дамитын версиямды шығарғым келеді. Мен күніге осындай спортпен айналысатын, шыныққан, салауатты өмір салтын ұстанатын, күнделікті білім алып, ізденетін версияма жеткім келеді деп нақтылай түсіңіз өзіңіздің образыңызды, и соған қарай өзіңіз бақытталып жұмыс жасаңыз. А то біз не істейміз? Біз өзіміздің тек қана материальный қажеттерімізді ғана ойлаймыз да, соған ғана жеткіміз келеді. Мынандай брендтен сумка, мынандай аяқ киім, мынандай киім алсам, мен мындай бір iPhone алсам деп қана шектейміз. Ал на самом деле ол бізге нағыз бақытты алып келмейді. Ал нағыз бақыт алып келетін ол бізде сол бір процесс, өзіңнің түрлі қателіктеріңнен сабақ алу, сол арқылы даму деген сияқты моменттер. Ең басты айтқым келетіні, өзгелердің өмірін аңдып, өзгелердің өмірінен ілік іздеп, өзгелердің өміріне қызығып, қызғанып, завистпен, қызғанышпен қараудың орнына, олардың өмірін талдауға уақыт қалмайтындай өзіңіздің өміріңізге фокус қойыңыз. Өзіңіздің өміріңізді, өзіңізді дамытыңыз. Өзіңіздің лучший версияңызды шығаруға әрекет етіңіз. Және мен айтқан жолдар менің өзіме өте көп сабақ берді. Бірнеше бір қателіктерден кейін ұғынған заттарым, либо болмасам басқа адамдардан естіп, оқып, сол кезде все деп миыма жетіп, оны өзімде практикада қолданып барып, сіздерге айтып отырған нәрселер, сондықтан сіздерге де көмек беретініне сенімдімін. Иншалла, осыдан 1 жылдан кейін, Құдай қаласа, аман болсақ, вот осы жыл мен үшін ең күшті жыл болды деп айтатындай сондай бір күшті жыл болсын. Ал ол үшін әрине сіздің қазіргі әрекеттеріңіз өте маңызды. Оның барлығы накопительный эффект. Күнделікті сіздің не жеп, не қойғаныңыз, не істеп, не айтқаныңыз, не ойлағаныңыздың барлығы ертең өзінің жемісін береді. Сіз дәнді алып, егіп, қалай оны баптап шығарасыз, ол қандай дән береді, оның барлығына сіздің до этого қандай дәнді ектіңіз, оны қалай қарадыңыз, оны қалай суғардыңыз, соның барлығы әсер етеді ғой. Тура сол сияқты ертеңгі күніңіздің қандай нәтиже беретіні сіздің бүгінгі сөздеріңізге, бүгінгі әрекеттеріңізге, бүгінгі ойларыңызға, бүгінгі шешімдеріңізге, бүгінгі таңдауларыңызға байланысты. Так что осы моментті ескеріп, өзіңіздің ең бір күшті бір лучший версияңызды шығаруға әрекет етіңіз.